Саламатсыздар ма оқушылар? Сауат ашу пәнінен онлайн сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы әңгіме оқимын сөз. Оқу мақсаты оқудың түрлерін қолдану. Буындап оқу, жиі кездесетін сөздерді тұтас оқу, түсініп оқу. Оқушылар, сөз дегеніміз не? Сөз неден құралады? Дұрыс. Сөз дыбыстардан құралады. Сөздің мағынасы болады. Сөздерден сөйлем, ал сөйлемнен әңгіме құралады. Олай болса, оқушылар, оқулығымызды ашып, бірінші жаттығуға зер салайық. Ақ нан неге ақ атты мәтінді түсініп оқиық. Нан дүкеніне келе жатып, ер жігіт апасына тосын сұрақ қойды. Апа, ақ нан неге ақ, қара нан неге қара? Бұл ұнға байланысты ма, әлде? Дұрыс таптың балам, ұн әртүрлі. Ақ бидай ұны, қара бидай ұны да болады. Ақ бидай ұнынан ақ нан, қара бидай ұнынан қара нан пісіріледі. Оқушылар, нан туралы мағлұмат алуымыз үшін келесі бейне жазбаға назар аударыңыздар. Нан өнімдері адам үшін күш қуаттың қайнар көзі. Бүгінгі таңда нан өнімдерінің түрі молайып, сапасына байланысты әр қайсының ағзаға пайдасы да әртүрлі болып келеді. Ғалымдар ақ нанға қарағанда қара нанның пайдалы екенін анықтады. Қара нан диабеттің өршу қаупінің алдын алады. Шығыс Финляндия университетінің мамандары қара нанды жиі жеу қандағы қан деңгейін төмендетіп, екінші дәрежелі диабетті болдырмайтынын дәлелдеген. Ресейде аштық жылдары қара бидай нан жеген адамдар ешқашан авитаминоздан зардап шекпеген деген ақпар бар. Мамандардың зерттеу бойынша бұл өнім темір, А, Б дәрумендеріне бай. Егер сіз оны тұрақты қабылдасаңыз, ағзаңыз токсиндер мен тұздан тазарып, ас қорыту жақсарады. Қара нан арықтауға да көмектеседі. Күнделікті оның бірнеше тілімін жеу салмақты бір қалыпты ұстауға және артық калорияны жоюға ықпал етеді. Сонымен қатар қара нанның құрамында кездесетін бидай, қара бидай дәндері ағзаны обыр мен сусамыр ауруларынан сақтайды деген тұжырым бар. Қара нанның кебегіне қазір сұраныс жоғары. Оқушылар, нан туралы бейне жазбаны тыңдап болсақ, мәтіннің астындағы келесі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: өлең бе, әлде әңгіме ме? Екінші сұрақ: мәтінде не туралы айтылған? Мәтіннен қарама-қарсы мағынасы бар сөздерді тауып айт. Жауабын мұғалімге жібер. Оқушылар, қарама-қарсы сөз дегеніміз не? Бұл мәліметті толығырақ білу үшін келесі бейне жазбаға назар аударыңыз. Оқушылар, нан туралы бейне жазбаны тыңдап болсақ, мәтіннің астындағы келесі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: өлең бе, әлде әңгіме ме? Екінші сұрақ: мәтінде не туралы айтылған? Мәтіннен қарама-қарсы мағынасы бар сөздерді тауып айт. Жауабын мұғалімге жібер. Оқушылар, қарама-қарсы сөз дегеніміз не? Бұл мәліметті толығырақ білу үшін келесі бейне жазбаға назар аударыңыз. Ай мектеп.
Дана, сен не істеп отырсың? Мен ойланып отырмын. Не туралы ойланып отырсың? Қарындаш туралы ма? Иә, қараңызшы, мына екі қарындаштың қандай айырмашылығы бар? Айырмашылық дейсің бе? Мынау ақ қарындаш. Ал мынау қара қарындаш. Иә, дұрыс айтасың. Ақ және қара қарындаш. Тағы мына қарындаш қысқа. Онда мына қарындаш ұзын. Сондай-ақ мынау жуан қарындаш. Иә, ал мынау жіңішке. Ақ, қара, ұзын, қысқа, жуан, жіңішке. Бұл сөздер қарама-қарсы мағыналы сөздер деп аталады. Бұл сөздерді біз заттың сынын білдіретін сөздер деп оқыған едік. Иә, бұл сөздер заттың сынын білдіреді, әрі мағыналары бір-біріне қарама-қарсы. Иә, мен түсіндім. Қарама-қарсы мағыналы сөздер қандай қызық? Үлкен, кішкентай, түзу, қисық, аз, көп, биік, аласа. Иә, бұл сөздердің барлығы қарама-қарсы мағыналы сөздер. Аға, тек қана заттың сынын білдіретін сөздер ғана қарама-қарсы мағыналы бола ма? Жоқ, заттың қимылын білдіретін қарама-қарсы мағыналы сөздер де бар. Мысалы, шығу, кіру. Мезгілді білдіретін де қарама-қарсы мағыналы сөздер бар. Мысалы, күндіз, түн, қыс, жаз. Аға, қараңыз, Вики бір-біріне қарама-қарсы екі түрлі аяқ киім әкеліп қойыпты. Мынау үлкен, қара және ескі бәтеңке. Ал мынау кішкентай, ақ және жаңа бәтеңке. Қайталайық. Қарама-қарсы мағыналы сөздер. Тілімізде мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер болады. Мысалы, ақ, қара, ұзын, қысқа, жуан, жіңішке. Заттың сынын білдіретін сөздердің арасында қарама-қарсы мағыналы сөздер көбірек кездеседі. Мысалы, үлкен, кішкентай, қара, ақ, ескі, жаңа. Заттың қимылын білдіретін қарама-қарсы мағыналы сөздер де бар. Мысалы, әкелу, апару, кіру, шығу. Қарама-қарсы мағыналы басқада сөздер кездеседі. Мысалы, күндіз, түн, қыс, жаз. Оқушылар, қарама-қарсы сөздер туралы бейнежазбаны тыңдап болсақ, келесі жаттығуға көшейік. Көркем жаз. Білікті диқанның егіні бітік. Сөйлем бас әріппен басталып, сөйлем соңында нүкте қойылады. Олай болса, дәптерімізді ашып, осы сөйлемді әдемілеп көркем жазайық. Дәптерімізге әдемілеп жазып алсақ, келесі жаттығуға көшейік. Үшінші жаттығу. Өлеңді жатқа жаз. Қарамен берілген сөзге мағынасы қарама-қарсы сөзді тап. Ерте тұрып таңнан, пісіреді апам ағынан. Кетер емес әлі, таңдайымнан дәмі. Бұл өлеңде қарамен жазылған сөз ерте. Осы ерте сөзіне қарама-қарсы мағынадағы сөзді тауып, мұғалімге жібер. Оқушылар, нан өлеңін жатқа жазып болсақ, келесі жаттығуға зер салайық. Төртінші жаттығу. Суретте қандай көкөністердің суреті берілген? Дұрыс, қызылша және пияз.
Ендеше осы суреттегі көкөністердің таласын диалог арқылы жүзеге асыр. 5-ші жаттығу. Жұмбақтың шешуін тап, жұмбақты шешуімен бірге көшіріп жаз. Қалың киімді ұнатады, шешіндірсең жылатады. Бұл не? Қарамен берілген сөзге мағынасы қарама қарсы сөзді тап. Жұмбақтың шешімін тауып болсақ, жауабын мұғалімге жібер. Келесі 6-шы жаттығу. Қане оқушылар, жаңылтпашты бірге оқып жаттайық. Торта қойдым, орта қойдым, орта қойдым, жорта қойдым. Осы жаңылтпашты жаттап және дәптерімізге жазып аламыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Оқушылар, сабақ қаншалықты ұнағанын мына смайликтер арқылы бағалаңыздар.